Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен оңтүстік өңірінің хит тағамдарының бірі нан салма тағамын дайындаймыз. Кейде май қамыр деп те атап жатады. Қалай аталса да, бұл өте дәмді әрі тойымды тағам. Сондықтан видеоны өткізбей соңына дейін көріңіздер. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен ет пен көкөністерімізді жақсылап тазалап жуып аламыз. Етті осылай сүйегімен бірге араластырып қоссаңыздар да болады, немесе құр қара кесек етін қоссаңыздар да болады. Және де көкөністерден менде 5 дана картоп, 1 пияз, сәбіз, болгар бұрышы және де 2 тіше сарымсақ. Енді етімізді видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай қатты ұсақтамай осылай турап алдым және де сүйектерінде шауып дайындап қойдым. Көкөністерімізді де дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай турап шығамыз. Енді қазанымызды қыздырып, ішіне шамамен 150 грамдай сұйық майды құйып аламыз. Майымыз қызғаннан кейін жаңағы турап дайындап қойған етімізді салып жақсылап қуырамыз. Қазір еттің бойынан өзінің суы, яғни сөлі шыға бастайды. Сол суы толықтай тартылып, ішінде тек қана майы ғана қалғанға дейін етті қып-қызыл етіп әдемілеп қуырып аламыз. Мінекей осылайша етіміз әдемі болып қуырылды. Көріп тұрғандарыңыздай түбінде тек қана май ғана қалды. Енді пиязымызды салып қуырамыз. Пиязды да жұмсарғанша шамамен 3-4 минуттың көлемінде жақсылап қатты отта қуырып аламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай пиязымызда жұмсарып, кішкене қызғыш түске енді. Келесі кезекте сәбізді салып қуырамыз. Сәбізді де шамамен 4-5 минуттың көлемінде жақсылап қатты отта қуырып аламыз. Осы сәбізді қуырып жатқан кезде бір ас қасық томат басысын қосамыз, немесе орнына бір қызанақты турап қоссаңыздар да болады. Және де еттің түсі қанық, әдемі болып тұру үшін мен шамамен бір ас қасықтай соя соусынан құямын. Бірақ бұл міндетті емес, қаламасаңыздар қоспай-ақ қойсаңыздар болады. Мінекей осылайша сәбізде жақсылап қуырылды. Енді келесі кезекте болгар бұрышы мен сарымсақты саламыз, және де артынша картопты да бірге саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, шамамен 2-3 минуттың көлемінде жақсылап қуырып аламыз. Енді дәміне қарай тұз қосамыз. Менде ет тұздалғандықтан кішкене ғана қостым. Сіздер дәміне қарай қосасыздар. Және де қара бұрыштан да кішкене қосамыз. Қаласаңыздар осындай лавр жапырағынан да 2 жапырағын қосып жіберсеңіздер болады. Сонымен қатар өздеріңізге ұнайтын кез келген дәмдеуіштерді салып қуыра берсеңіздер болады. Көріп тұрғандарыңыздай түсі өте әдемі болды. Енді осы көкөністер мен етіміздің бойын жауып тұратындай етіп, үстінен су құямыз. Салқын су құйсаңыздар да, немесе қайнаған су құйсаңыздар да болады. Енді толықтай қайнағанын күтіп, қайнағаннан кейін газдың астын кішкене басып, қақпағын қиялап жауып, еті піскенше 1 сағаттай баяу отта пісіреміз. Енді ет піскенше біз қамырын елеп аламыз. Бір жұмыртқаға үстінен су құямыз және де тұз салып, барлығын жақсылап ерігенше араластырамыз. Енді үстінен електен өткізілген ұнды салып, қамыр елеуді бастаймыз. Барлығының грамдары, мөлшері описание бөлімінде толықтай жазылған. Осы видеоның атауы жазылған жердің үстінен бассаңыздар, описание бөлімі ашылады. Ешқандай іртік немесе түйіршік қалмайтындай біркелкі қамыр елеп аламыз. Бұл мөлшермен шамамен орташа көлемдегі 1 зуала қамыр еленіп шығады. Мінекей қамырымыз еленіп шықты. Дәл еттің қамыры сияқты кішкене қаттылау қамыр еленіп шығады. Енді бетін жауып 20 минутқа жарты сағат уақытқа тындыруға қойып қоямыз. 10-15 минут уақыт өткеннен кейін қамырды алып, бір басып қайтарып қойсаңыздар болады. Қамырымыз жақсылап тынғаннан кейін бірінші кішкене аздап ұн себелеп осылай дөңгелек формаға келтіріп аламыз. Қамырларыңыздың дөңгелек әрі тегіс болып жайылуы осы бастапқы кезде басып шыққандарыңызға байланысты. Енді дәл еттің қамырын жайған секілді оқтауға орап, сағат тілімен айналдырып отырып, тек қана қамырдың 2 шетін ғана басып отырып, қамырымызды жайып аламыз. Мінекей осылайша қамырымызды жұқалап жайып алдық. Енді қазір кесетін боламыз. Кеспес бұрын міндетті түрде ұнды кішкене молырақ етіп сеуіп аламыз. Өйткені қазір бір-біріне жабысып қалмау керек. Дәл видеодағыдай оқтауға орап, қамырды кесіп шығамыз.
Енді осы қамырымыздың дәл ортасынан осылай кесіп бөліп аламыз. Қамырымызды тақтайға орналастырып, енді турап шығамыз. Кеспе секілді жіңішке етіп тураудың қажеті жоқ. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай ірі етіп турап шығасыздар. Турап шыққан бойда міндетті түрде бірден осылай араластырып, араларын ашып отырамыз. Қалған қамырларымыздың барлығында дәл осы рет бойынша турап дайындап қоямыз. Осымен нан салманың қамыры дайын болады. Енді бір-біріне бірігіп жабысып қалмас үшін қамырды міндетті түрде мата дастарханға немесе столдың үстіне осылай жайып қойып қоямыз. Кішкене кептіріп алсаңыздар да болады. Осы уақыт аралығында біздің етіміз бен көкөністеріміз жұп-жұмсақ болып пісіп дайын тұр. Енді қазір біз қамырды пісіруге кірісеміз. Ол үшін алдын ала суымызды осылай қайнатып дайындап қоямыз. Суға міндетті түрде ішіне тұз салып жібереміз. Мен бір ас қасықтай салдым. Енді осы қайнап тұрған суға жаңағы турап алған қамырларымызды саламыз. Салып алғаннан кейін барлығын осылай бір араластырып, қақпағын жауып, толықтай қайнап шыққанын күтеміз. Толықтай қайнап шыққаннан кейін қамырды шамамен 1-2 минуттың көлемінде пісіріп аламыз. Қамыры езіліп кетпеу керек. Соған мұқият болыңыздар. Қамыры піскеннен кейін сүзіп аламыз. Сүзіп алмас бұрын осылай 1 стакан салқын су құйып жіберіңіздер. Енді қамырды сүзіп ала берсек болады. Бұл тағамды енді әр өңірде әртүрлі атап жатуы мүмкін. Сіздер қалай дайындайсыздар? Өздеріңіздің әдістеріңізбен бөлісіп, төменде міндетті түрде комментарий бөлімінде жазып кетіңіздер. Қамырды сүзіп алғаннан кейін бірінші осылай подлифтің суынан құйып шығамыз. Қамырымыз бір-біріне бірігіп жабысып тұрмау керек. Сол себепті осылай құйып араластырып жібереміз. Енді ортасына көкөністер мен етті саламыз. Осымен біздің нан салма немесе майқамыр тағамымыз дайын болады. Өте дәмді, ең бастысы тойымды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менің каналымда басқада бір жасағаннан ақ шығатын керемет қазақ тіліндегі түрлі видео рецепттер бар. Кіріп көріп өз бағаларыңызды бере кетіңіздер. Егер каналға тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, төмендегі подписаться батырмасын басып тіркеліп, осы видео ұнаса лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Назарларыңызға көп-көп рахмет.